діңгек Қорғанстан өрт сөндіруші шығармасының діңгек санын қауіпсіздік бағыттар және бақылау пункттерінің және орнатылған тармақтар санының қосындысы үш еселенген газ және түтіннен қорғау қызметінің резервтік газ және түтіннен қорғау бөлімшелерінің қосындысына тең. Келесіде бізде ситуациялық тапсырма. Мектеп ғимаратының бірінші қабатында ұзындығы 17,125 метр, ені 8,151 метр, биіктігі 5,135 метр болатын мәжіліс залында өрт шықты. Мәжіліс залындағы ағаш едендер мен орындықтар жанып, терезеден қорытын шықты. Келесіде осы өрт сөндіруге қажетті құралдар мен күштерді есептейтін боламыз. Өрттің еркін даму уақыты 19 минут, оттың жүріп өткен жолы 14 метрді құрады. Өрттің ауданы 119,14 метр квадрат. Өрт сөндіру ауданын анықтауымыз үшін өрттің алдыңғы жағын сөндіріп, сонда ауданын 2,125 метр квадратты анықтап аламыз. Өртті сөндіру үшін секундына 6,138 литрді қажет етеміз. Ол 2 бөлшкені құрайды. Қорғаныс үшін қажетті су шығыны секундына 9,156 литрді құрады. Ол 3 бөлшкені құрайды. Сөндіру үшін және қорғау үшін жалпы су шығыны секундына 15,194 литр. Ал нақты су шығыны 17,5 литр деп анықтап алдық. Өрт сөндіргіш заттардың берудің максималды қашықтығы 150,9 метр. Ал жалпы осы өртті сөндіруге қажетті адамның саны 40 адам болып, ол 10 бөліктен тұрды. Қорыта келгенде біз осы жобада жалпы өрт шығынын азайту мақсатында математикалық есептерді құрастырып шештік. Және де осы жоба арқылы мен сіздерге деген ұсынысым, жобада көрсетілген есептеулер жүйелері бойынша болашақ өрт сөндірушілер дайындауға назарға алынса. Мысалы, бір өрт шыққан кезде қанша литр су қажет екен? Өрт шыққан кезде есептеулерді қолданып артық шығыннан арылсақ, артық шығын болмасаңыз. Келесі бізде қазір өрт жобасын қорғайтын норматив қолданылған статистикалық және эксперименттік деректерді өңдеу әдістерін талдау деген тақырыптар. Саламатсыздар, менің атым Нұрбек управление Қызылорда қаласының номер 15-ші мектеп лицейінің 10-ші сынып оқушысымын. Менің ғылыми жобамның тақырыбы статистикалық және эксперименттік деректерді өңдеу әдістерін талдау. Ғылыми жұмыстың өзектілігі биология, медицина және тағы басқа ғылым салаларымен қатар математикалық статистика аппараты экономикалық және әлеуметтік процестердегі пайда болатын статистикалық және эксперименттік деректерді өңдеуде кеңінен қолданысқа ие. Математикалық статистика әдістерін қолдану арқылы дәлдігі бойынша аналитикалық көрсеткіштердің кем түспейтін нәтижелерге біз қол жеткізе аламыз. Ғылыми жұмыстың маңызы зерттеу нәтижелері классикалық болжамдармен анықталған жағдайлармен салыстырғанда дисперсиялық талдау критерийлерін неғұрлым кең ауқымда дұрыс қолдануға мүмкіндік беретіні көрсетілді. Ғылыми жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Жұмыстың негізгі мақсаты статистикалық және эксперименттік деректерді өңдеуде дисперсиялық және корреляциялық регрессиялық талдау әдістерінің методикасын қолдану болып табылады. Ғылыми жұмыстың ғылыми жаңалығына келетін болсақ, дисперсиялардың біркелкілігін тексерудің зерттелген өлшемдердің қуатын салыстырмалы талдау нәтижелері, эксперименттік деректерді өңдеуде корреляциялық регрессиялық талдау әдістері арқылы белгілі бір заңдылықтарды анықтау болып табылады.
Осы нәтижелерге жету үшін біздің қарастыратын екі талдау әдісіміз бар. Бірінші талдау әдісіміз ол дисперсиялық талдау әдісі. Әрине бұл талдау әдістерінде біз кестемен жұмыс жасайтын боламыз. Дисперсиялық талдау әдісінің кестесінде бізде X әдісінің жиындар белгіленген. Бұл жиындарды біз қайдан табамыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл жиындарды біз эксперимент барысында өзіміз тіркеп жазып аламыз, немесе бізге нақты берілген мәлімет болып табылады. Сонымен қатар бақылау айналымдар және міндетті түрде нөлдік гипотеза болуы керек. Нөлдік гипотеза дегеніміз барлық таңдамалы орташалар арасында айтарлықтай бір айырмашылықтың бар не жоғын анықтау үшін қажет болады. Нөлдік гипотеза жалпы дисперсиялық талдаудың басқа мысалдарын қарастырсақ, тақырыпта зерттеу әдістемесі нәтижеге әсер ете ме, үш үлгінің арасында айтарлықтай айырмашылық бар ма дегендей кездеседі. Дисперсиялық талдаудың негізгі идеясына келетін болсақ, факторлық дисперсия мен қалдық дисперсия салыстыру болып табылады. Факторлық дисперсия фактордың әсерін қоздырады, ал қалдық дисперсия кездейсоқ себептерге байланысты болады. Осыған байланысты факторлық дисперсияның біздің формуласы бар, яғни таңдамалы ортаның орташа квадратының объектінің орташа квадратына қатынасы. Осыған байланысты егер де бізде факторлық дисперсия F теориядан кіші болса, онда ешқандай айырмашылық болмайды. Ал егер де факторлық дисперсия F теориядан үлкен немесе тең болса, онда айырмашылық бар. Яғни айырмашылық болған кезде нөлдік гипотеза қабылданбайды. Осы жерде сіздерде F теория деген не деген сұрақ туындауы мүмкін. Жалпы дисперсиялық талдауда ең бірінші зерттеген ғалым ол ағылшын ғалымы Фишер болып табылады. Ол ең бірінші ауыл шаруашылығында тұқымдарды өсіруде пайдаланған болатын. Сол кісі жалпы дисперсиялық ауытқу болады. Ауытқуды зерттеу барысында өте күрделі формула пайда болады. Сол күрделі формуламен жұмыс жасау өте қиын жұмыс болып табылғандықтан Фишер өзінің кестесін ойлап табады. Ол кестеде нақты мәндер беріледі. Яғни айтқанда біздің қазіргі кезде былайша айтқанда күнделікті қолданысқа көбейту кестесі секілді кестені ойлап табады. Сөйтіп сол кестеден мәндерді алып салыстырамыз. Осы дисперсиялық талдауға мысал келтіретін болсақ, бізде осындай кесте берілген, бұл бізде бір факторлы дисперсиялық талдауға мысал болып табылады. Гипотезамыз еңбегі мерзімі госпитализация кезінде ауырлық жағдайынан тәуелді емес. Яғни кестеде бізде ауырлық жағдайлар белгіленген, екінші, үшінші және төртінші деңгейде. Сонымен қатар еңбегі мерзімі 5, 7, 10, 12, 15 күн. Ал мына бағандарда бізде науқастардың саны. Жалпы бұл кестемен жұмыс жасау үшін көптеген бағдарламалар бар. Жаңа айта кеткен формуланы пайдалануға болады. Бірақ бұдан да күрделі есептелгенде біз өте қиын сандармен, яғни өте көп дәрежелі сандармен жұмыс жасап кетеміз. Және де сол себепті мен бұл жұмысымды шамалы тиімді пайдалану үшін осындай бағдарлама құрастырдым. Яғни бұл Microsoft-тың тегін бағдарламасы Visual C# программалық тілін пайдалану арқылы осындай бағдарлама құрастырдым. Яғни бірінші бағдарламаны ашқаннан кейін біз мына кестеге берілген топтар мен бағандардың санын енгіземіз. Сол кезде насылдай бағдарламасын басқаннан кейін осы кестедегі мәліметтерді енгізуіміз керек болады. Мен кестедегі мәліметтерді енгізіп, сол кезде Raster бағдарламасын басқаннан кейін осы Raster бағдарламасын басқаннан кейін осындай біздер дайын нәтижеге қол жеткізе аламыз. Яғни бұл жерде жаңа айта кеткен факторлық дисперсия мен дисперсиялық ауытқудың мәндері белгіленеді және де екеуі ара салыстырады. Яғни айырмашылық бар не жоғын айта кетеді. Келесі талдау әдісіміз ол бізде корреляциялық регрессиялық талдау әдісі. Корреляциялық регрессиялық талдау әдісінің дисперсиялық талдау әдісінен айырмашылықтары бар. Яғни корреляциялық регрессиялық талдау әдісі дегеніміз нәтижелі көрсеткішке әртүрлі факторлардың өзара әрекеттесуін анализдеу. Яғни осыған байланысты бізде ең маңызды формула осы формула y тең А0 қосылған А1 x1 қосылған АN x1. Және корреляциялық регрессиялық талдау әдісі екіге бөлінеді. Жұптық регрессия және көптік регрессия. Көптік регрессияда төрт фактордың әсерін, төрт фактордың дейінгі факторлардың әсерін біз анализдей аламыз, ал жұптықта біз бір факторды ғана анализдей аламыз. Яғни бізде бұл жерде кәсіпорында орташа айлық жалақы және жұмыстан босатылған қызметкерлер саны талданды. Жұмыстан шыққан қызметкерлер санының орташа жалақыға тәуелділігін анықтауымыз қажет. Мына кестеде бізде X әрпімен жұмыстан шыққандар саны, ал Y әрпімен жалақының мөлшері берілген. Бұл кестемен жұмыс жасау үшін мен жаңа Visual Studio бағдарламасын пайдалану арқылы бағдарламаны қарастырдым. Ол бағдарламаға біз ең бірінші бағандардан открыть файл загрузить бағдарламасын басқаннан кейін осы біздің кестеміз орналасқан Excel файлын таңдаймыз. Одан кейін анализ бағдарламасын басқаннан кейін осындай дайын нәтиже шығады. Бұл дайын нәтижеге біз
корреляция коэффициентінің және де детерминация коэффициентін табуымызға болады. және де жалпы осы кестенің шындыққа сай, яғни ешқандай бір қателіктердің болмағанын бақылай аламыз. Қорытындылай келетін болсам, статистикалық және эксперименттік деректерді өңдеу үшін дисперсиялық және корреляциялық регрессиялық талдау есебі қарастырылды. және де осы есептерді қарастыру үшін бағдарлама жасалды. Назарларыңызға рахмет. Келесі бізде Болат Рабиға функцияларды зерттеу жұмыстарын жүргізуде және графиктерді салуда компьютерлік математиканың тағайындамаларын қолданады. Мүмкіндіктерін пайдалану тақырыбы бойынша. Мен оқушылар, мен есімім Болат Рабиға Сақызы, мен 12-ші мектеп гимназиясының 11-ші А сынып оқушысы боламын. Мен бүгінгі қорғайтын ғылыми жобамның тақырыбы функцияларды зерттеу жұмысын жүргізуде және де олардың графиктерін салуда компьютерлік математиканы пайдалану. Менің ғылыми жобамның мақсаты Камера схватит вас, вас может, они вас слышат.
Nesi tane nasıl? Makasın sadece paralar yok dedi, öyle dedi. Yok. Hoşçakalın. Devam edelim. Halay mahalay gibi. Hasan kızı koca şaşırdı mı? Soldan bana matematik yapıyorum. Hayır. Soldan da yapıyorum. Cevap ediyor musun? İyi olsun koraşan. Teşekkür ederim. Açık kalın. Bakalım. Basın konserimi men o'zimda javob maqsadda hozirgi zamon sifatidan say, hozirgi zamon talabidan say, biz kompyuterda o'yin ishlaydi. Kompyuter matematikani qashqi dengizda qo'llanish va matematikалық есептеулерге пайдалана білу. Ал мен мұны жауабым міндеті заманауи программаларды математикада қолдануды үйрену. Негізінен алғанда қазіргі заман талабы оқытудың жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияларын меңгеру. 21 ғасыр негізінен ақпараттық технология ғасыры, ақпараттық коммуникациялық технологияларды білім беру жүйесіндегі дамытудың оның үлесі маңызы өте зор. Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың математика пәнін дамытуда пайдалануда мақсаты білім алушылардың өз бетімен білім алуының үрдісін қалыптастыру. Бұл мақсатта электрондық оқулықтар, видео сабақтар, көптеген анимациялық бейнелер құру сияқты бағдарламалар қызмет етеді. Ал негізінен келген математика тарихында көптеген жаңалықтар 17 ғасырда ашылды. Мысал ретінде Рене Декартты алсақ, Рене Декарт жазықтықта орналасқан қисықтарды зерттеу үшін координаталар әдісін енгізді. Ал функция деген терминге тоқталсам, функция деген терминді 1695 жылы Вильгельм Лейбниц енгізген болатын. Сандық функцияның оның беру тәсіліне байланысты болмайтын қазіргі кезде анықтамасын бір-біріне байланыссыз 1834 жылы неміс математика Лобачевский неміс математика дерекіне берді. Ал функцияның қазіргі кезде қалдырылған белгілеулерін енгізген Леонард Эйлер болып табылады. Ендігі функцияға тоқталатын болсам, функция деп отырғанымыз бір айнымалы шаманың әрбір мәндерінің келесі екінші айнымалы шаманың бір ғана мәндері сәйкес келетін болса, онда бұндай тәуелдікті функционалдық тәуелдік немесе функция деп атайды. Функцияның белгілі тәсілдерінің ерекшеліктеріне тоқталатын болсам, кестелік тәсілдің ерекшелігі аргументтің мәндеріне сәйкес функцияның мәндері қатар беріледі. Ал графикалық тәсілдің ерекшелігі ол оның көрнекілігінде. Ал аналитикалық тәсіл функцияны толық зерттеуге ыңғайлы. Функцияның сонымен қатар көптеген түрлері бар. Оларға тоқталатын болсақ, функцияның түрлеріне сызықтық функция, квадраттық функция, тригонометриялық функция, көрсеткіштік функция, логарифмдік функция, жүргені тақ функция, элементар функция, сонымен қатар бөлшек рационал функциялар жатады. Математиканың ең негізгі бөлімдерінің бірі функциялар зерттеуге арналған математикалық анализ болып табылады. Өкінішке орай қазіргі таңда функциялардың барлық түрлерінің барлық ерекшеліктерін бірден тауып беретін құрал жоқ. Ал оның тіпті дербес жағдайының өзінде функцияны талдау жасайтын құралдардың өзі өте күрделі. Сондықтан да осы жағдайда функцияны талдау оның түріне қарай жеке сәйкес орындалады. Ал осы жағдайда бізге тиімді әдіс бұл метод программасы. Метод программалау жүйесінде f(x) функциясының мәнін нөлге айналдыратын x тәуелсіз айнымалысының мәнін сол операторының көмегімен
ала аламыз. Бұл жердегі Maple бағдарламасы деп отырғанымызда, Maple бұл бағдарламалық пакет, яғни компьютерлік алгебра жүйесі. Негізінде 1984 жылдан бастап осы Maple бағдарламасын математикалық есептеулерге, мәліметтерді визуализациялауға, сонымен қатар модельдеуге бағытталған бағдарлама. Maple жүйесі дифференциалдық теңдеулерді шешуге және интегралдарды табуға арналған бірқатар құралға ие, оны графикалық құралда жасалған, оның өзіндік интерпретацияланған тілі бар. Ал осы Maple бағдарламасының бізге тигізер тағы өте жақсы түсінің бірі, оның көптеген күрделі есептерді, теңдеулерді шығара алады. Солардың бірі экстремум нүктелерін табу, анықтама интегралдарын шешу, функцияның туындысын табу секілді тағы да басқа әртүрлі түрлері бар. Осы біздің математика белгілеулерінде көптеген белгілеулер бар. Мысалы, косинус, синус, тангенс, котангенс, логарифм тағы да басқалары. Осы біз белгілеулерді Maple бағдарламасында қалай белгілейтін жайлы осы кестеде көрсетілген. Бұл кесте арқылы біз Maple бағдарламасына белгілеулерді орната аламыз. Мен өзімнің ғылыми жетекшім Қоштата атындағы Қызылорда университетінің физика-математика кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының докторы Ибраева Анар Абдукаримовнамен бірге осы практика жасаған болатынмын. Осы практика жүргізу барысында мен Maple бағдарламасын қалай пайдалану жайында үйрендім. Сіздердің алдарыңызда берген ғылыми күнделігімде, мында жазып тұр, ғылыми күнделігім арқылы машинаны байқай аласыздар. Бұл жерде мен мысалы y-тен модулшының x функциясының графигін алдым. Модулшының x функциясының графигін алған кезде біз оның функциясын қалай жасаймыз? Ең алдымен Maple бағдарламасын ашамыз. Әрине бұл біздің бірінші жасайтын қадамымыз. Maple бағдарламасын ашқаннан кейін бізде осындай бет ашылады. Бұл бет ашылғаннан келесі қадамымыз қандай? Біздің келесі қадамымыз осы y-тен абсолют x операторын қолданамыз. Бұл жердегі абсолют x оператор деп отырғанымызда y-тен абсолют x оператор дейміз. Абсолют x оператор бұл модуль ішіндегі x функциясының, яғни функциясы. Осы функцияны біз жазатын екінші қадамымыз жаңағы ашылған Maple бағдарламасын ең бірінші бетіндегі бірінші бағанға, бірінші бағдарлауышқа, яғни стрелкаға барып жазамыз. Ол стрелкаға жазғаннан кейін келесі қадамымыз әрине оның сызықтардың аралықтарын көрсетеміз. Мен мысалы ретінде -2 мен 2-ның аралығын алдым. Және бұл жерде еске алатын жай бұл плот операторы арқылы жазу. Плот операторы арқылы сызығымызды, аралығымызды көрсетеміз. Аралығымызды қайда жазамыз? Жаңа біздің жазған бірінші бағдарлаушымыздың астындағы келесі екінші бағдарлаушыға жазамыз. Ол жазғаннан кейін бізге Maple бағдарламасы өзімізге қажетті графикті алып береді. Мен тек қана бір ғана функциямен тоқтамай, сонымен қатар y-тен модулшының x-3 функциясының графигі, y-тен x+3 функциясының графигін зерттеп әкелдім. Сонымен қатар бұның Maple бағдарламасының бір жақсы тұсы, колор батырмасын басу арқылы біз өзімізге керекті функцияның графигінің қандай түске боялатынын таңдай аламыз. Сонымен қатар енді жауабын қорытындылай келетін болсам, бұл бағдарламаларды пайдаланып жұмыс жасау оқушылар үшін өте тиімді болып келеді. Неліктен? Себебі бұл бағдарламалар арқылы күрделі келетін функцияның, оның туынды функциясының графиктерін жылдам әрі сапалы ала аламыз. Сонымен қатар есептің шешіміне тез әрі оңай жетеміз. Ал бұл дегеніміз кез келген оқушылардың математика пәніне деген есеп шығаруға деген ынтасын, қызығушылығын арттырады. Оқушылар Maple бағдарламасын сонымен қатар тек функцияны зерттеп қана қоймай, сонымен қатар функцияның графиктерін салып үйренеді, олардың қасиеттерін толық игереді. Мен ғылыми жолымды қорытындылай келе қандай ұсыныстарға тоқталамын? Мен ғылыми жолымды қорытындылай келе мынандай ұсыныстарға тоқталамын. Қала мен аудан ауылдардағы барлық мектептерде факультатив сабақтарда қолданылса, біздің оқушылардың математикалық сауаттылықтары арта түсер еді. Maple бағдарламасын енгізгеннен кейін оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артады. Сонымен қатар Maple бағдарламаларды енгізу барысында біз заман талабына сай компьютерлік сауаттылығымызды арттырамыз. Мен жобам туралы айтатын болсам, назарларыңызға рахмет. Maple бағдарламасының негізінен қазір қандай жаңалық дұрыс бұл Maple бағдарламасы итальян тілде қолданады ғой қазір. Негізі Maple бағдарламасы ақылы түрде қолданады. Мен сол үшін біздің мектепте қолдана алмадым. Сол үшін Анар жетекшінің, Анар апайдың қасына барып, жетекшіге барып, компьютерді жасауды үйреніп, әдейі арнайы барып жүрдім. Себебі мектепте осы қолданылады. Бұл Maple бағдарламасы қолдану арқылы, мысалы, мен өзге басым бұны ғылыми жоба мен үшін алдым. Мен ғылыми
кезде маған негізі функция деген тақырыпты шығару өте қиынырақ соғатын. Функцияның оның тумысын, табын, шешу, одан графиктерін салу маған бұл ұнамайтын. Сол үшін мен бұның оңай жолын іздендім. Оңай жолын іздену арқылы осы метод бағдарламасын тауып осы бағдарламаны зерттедім. Рахмет. Келесі бізде ТПО-да оқыту геометриясы тақырыбымен Қалыбек Қаншыбай. Başınıza hayırlı gün. Bugün sizге ұсынатын жобаның тақырыбы Қызылорда облысының геометриясы. Менің есімім Қалыбек Қаншыбай. Мен 187 ақпараттық технологиялар лицейінің 11-ші сынып оқушысымын. Жоба жетекшім Ақатаев. Оның жобаның мақсаты геометриялық пішіндер мен денелерді олардың күнделікті өмірдегі рөлі мен орнын зерттеу. Біздің облысымыздағы ғимараттарды геометриялық пішіндер арқылы зерттеу. Электронды құралдар көмегімен есептеулерге уақыт үнемдеу. Және де жұмысымыздың қорытындысын оқушыларға математикада танымдық ақпарат ретінде ғана ұсынып қоймай, қаламыздың туризм саласына үлес қосу. Туризм саласының математикаға қандай қатысы бар деген сауал туындауы мүмкін. Себебі математиканы қолдану арқылы туризм саласында ғимараттарда насихаттағым келеді. Міндеттері қазіргі әлемдегі геометриялық фигуралар мен сызықтардың қолдануын зерттеу, табиғаттағы геометриялық фигуралардың пайдалануын зерттеу. Ғылыми жобаның өзектілігі бүгінде оқушылар геометриялық пішіндерді абстракты түрде елестете алуы және күнделікті өмірдегі геометриялық пішіндерді ажырата алуы өте төмен дәрежеде. Сонымен қатар қаламыздың ерекше ғимараттарын геометрия көмегімен насихаттау әлі ешбір жерде қолға алынбаған. Зерттеу нысанында төмендегі әдіс кезеңдерді қолданды. Осы тақырып бойынша әдебиет газет журналдарын оқып, мәлімет жинақтады. Бақылау жұмысын тәжірибелік зерттеу әдісін, статистика әдістері қолданады. Геометрияның даму тарихына үңілетін болсақ, Пифагор, Архимед, Фалес секілді философтар мен математиктер осы геометрия саласының алғашқы сатыларын бірақ күштерін қалаған болатын. Және де олардың ең алғашқы ашқан мектептерінің ұраны геометрия білмейтіндерге жол бермейді деп қалыптасқан. Қарапайым мысалға алатын болсақ, біздің өміріміздегі қоршаған ортамызда толы геометриялық пішіндер бар. Мысалы, қарапайым үйдің ішін алатын болсақ, үйдің іші кәмелеттер, ал қабырғалары, терезелері, төрт квадрат пішіндер геометриялық пішіндер. Және де ғимараттар күндіздерді алсақ болады. Бірінші зерттеу бөлімінде мен сауалнама жұмысын жасаған болатынмын, яғни оқушылардың геометриялық білімдерін тексеріп, күнделікті өмірде айналадағы заттарды геометриялық тұрғыда тануын айқындадым. Сауалнама жұмысы 7-ші және 10-ші сынып оқушыларынан арнайы алынды. Сауалнама жұмысы арнайы 2 этапты тапсырмалар жүзеге алынды. Ең алғашқысы табиғат нысандарын беріп, олардың қандай геометриялық пішіндерге ұқсататындығын, сырт көзге қалай көрсететінін зерттеу мақсатында жүргізген болатынбыз. Өзен ретінде 7-ші сынып оқушылары тек күн, сәуле, шырша секілді табиғат нысандарын тек шеңбер, үшбұрыш деген сияқты планетария тұрғысындағы фигуралар ретінде ғана қарастырады. Ал 10-ші сынып оқушылары геометриялық танымдық ақпараттары 7-ші сынып оқушыларға қарағанда жоғары болғандықтан симметрия тұрғысынан шар, конус, цилиндр екенін ажырата алады. Және де бұл жерде табиғат объектілері беріп, оларды қандай пішінге ұқсайтыны туралы анализ жасаған болатынбыз. Және де осы сауалнама нәтижесінде біз динамика жасадық, сауалнама динамикасын жасадық, яғни бұл денелерді пішінге ұқсата алу қабілеттерінің көрсеткіші. Бұл жерде өте жақсы көрсеткіш, небәрі 10% көрсеткішті құрайды. Яғни бұл өте төмен геометриялық танымдық ақпараттарды бөлуі оқушылардың өте төмен деңгейде екенін анықтайды. Алайда дегенмен бұл сауалнама динамикасы орташа төмен көрсеткішті көрсетеді. Екінші зерттеу бөлімінде мен қаламыздағы көрікті бірнеше ғимараттарды аралап, геометриясына көңіл бөліп, электронды өлшеуіш құралдар арқылы өлшеп зерттеу жүргіздім. Бұл жерде қолданылып тұрған дәлелер электрондық құрылғысы. Яғни мен сіздерге қазір осы жерді ауданын немесе белгілі бір өлшемде өлшеп көрсете аламын. Бұл лазерлік құрылған, осы жерде
лазердің жеткен қабырғаға дейін, тиіп тұрған қабырғаға дейін аралықты өлшеп береді. Және бұл тек бір ғана өлшем емес, түрлі ауданның көлемін ескеріп береді. Және де бұл жерде туындауы мүмкін сұрақ, қабырғаға тірелген кезде бұл құрылғы өзінің ұзындығын жеп қала ма деген сұрақ. Бұл жерде бұл аппараттың, бұл құрылғының дайындық құрылғысының ұзындығы 10 см құрайды. Яғни 10 см бұл әр өлшеген өлшемде өлшемдеріне 10 см қосып тұрады. Яғни бізде минус, плюс ешқандай минус плюс болмайды. Ең алғашқы зерттеу жұмысында мен осы тәжірибелік ретінде өзімнің сыныбымның еннің ұзындығын биіктігін есептеген болатын. Яғни бұл жерде көлемін есептегенде 157 метр куб шықты. Яғни бұл аппаратпен де дәл сондай мәнді көрсеткіш шықты. Яғни бізде аппараттың құрылғымен дайындық құрылғысын есептегенде де қолмен есептегенде де бірдей мән шығатынын растайды. Және де мен ауқымдан алу үшін енді өзімнің альтернатив есебінің еннің ұзындығын биіктігі және ішкі ойық көлемінің еннің ұзындығы секілді арнайы осы өлшемдерін алған болатын. Және әрбір есепте өзім мәндеріне байланысты есеп құрастырдым. Бұл жерде ауданын табу, яғни ауданын табу берілген, яғни бізде бұл жерде арнайы шешіммен бөле берген болатын. Келесі бізде анағатазын жаңа ғимарат, анағатазын ғимараты. Яғни бұл жерде мен арнайы барып, бұл жердің ғимараттың алып жатқан ауданы 9,3 мың шаршы метр екенін анықтадым. Және де бұл ғимараттың ұзындығы 20 метр, ені 15 метр, биіктігі 8 метр. Яғни анағатазын ғимаратына арнайылап формуласын табу үшін есеп құрастырдым. Және де шыны зауыты. Шыны зауытына да арнайылап барып, осы есептеулер жүргізіп, арнайы есеп құрастырдым. Болашақта осы облыстық ауқымды көлемде осындай Әулие-Ата, Қорасан-Ата, Оқшат-Ата кешендері секілді ғимараттарға барып, олардың өлшемдерін осы дәлнәлер секілді уақыт үнемдейтін электронды құрылғылар арқылы есептеу ойда бар. Міндетті түрде бар. Қорытындылай келе мен оқушылардың геометриялық қуанттық ақпараттарына үлес қоса алды деп ойлаймын. Және де Қызылорда облысының ғимараттарын өлшеу электронды өлшеу құралдары арқылы оларды тез әрі ыңғайлы екендігін және сонымен қатар дәлдігін анықтады. Және де осы қорытындылай келе пайда болатын ұсыныстар болашақта осы құрылғылар үлкен ауқымда қолданыста болса, және де келешекте мектептердің жоғарғы сынып оқушыларында математика оқулығымен қатар жазба жұмыс кітапшасы немесе зерттеу жұмыс кітапшасы секілді берілетін болса, қазіргі таңда өзімізде елде ағылшын тілінде Wordbook секілді жазбаша жұмыс кітапшасы бар. Ол тек қана төменгі сыныптарға ғана емес, жоғарғы сынып оқушыларына беріледі. Және де сол жерде әртүрлі Еуропадағы ірі ғимараттар беріледі, әлемдік құрылыстар ғимараттар, Attraction Science деген секілді. Сол секілді осы математика оқулығымен қатар жоғарғы сыныпқа да, төменгі сыныпқа да жазбаша жұмыс кітапшасы, зерттеу жұмыс кітапшасы берілетін болса, және де сол жазбаша жұмыс оқулықтардың еліміздің, оның ішінде Қызылорда қаласының геометриясы ғимараттарының нақты өлшемдері берілетін есептер болса, және де ғаламтор желісіндегі қаламыздың осындай 3D карталарында бірнеше жылғада зерттелген ғимараттар қосылса, және де әрбір ғимараттың геометриялық өлшемдері берілген электрондық базалар жасалса, және де мен мысал ретінде виртуал маппа қазіргі таңда бар интеллектуалды карта салған болатын. Яғни бұл жерде Қызылорда облысының 3D картасы берілген. Бірақ та білім зерттеу ғимараттары бұл жерде өлшемдері мен 3D картасы жоқ. Сол үшін енгізілсе деген мақсатта жаңа сіздің ұзындығын өлшемдерін болғанда сол арқылы мысалы нелерін көлемдерін қалай жаңағы нелерін қалай пайдалана аласың? бұл жерде бұл тек төрт өлшеуге ғана ма? Ал мынадай формалары енді шайбетон қалай есептерге пайдалануға болады ма? Бұл жерде бізге электронды карта көмегімен және де өлшем осы дәлелер жұмысын экспресс көмекке бере алады. Біз осы карта көмегімен кез келген бұрышты есептеп ауданын есептеуге болады. құрылғы арқылы есім жиылады. Бұрышта ұзындығы мәнін, сосын ауданын көлемін. Қандай фигуралар ұзындығы ең аудан?
Кстати, тұрғысын аяғын қарекетті барлық жеміз болды. Иә, ол әртүрлі аяғын жетіп көріп тұрған аяқ. Андай жаңа шыраны суретке салып жүрген аяғында соларды енді ол сен сияқты жаңа төрт дұрыс емес қой, онысы совсем басқа. Оларды өлшеуге пайдалануға бола ма? Оларды өлшеуге болмайды деп ойлаймын, бірақ та Өзің барып оны есептеп ойланасың ғой, иә? есептеп көрген жоқпыз, өйткені бұлардан кимейтіндіктен жай ғана сыртқы кенеттен пішінге көңіл бөліп, қандай пішін екенін анықтап, және де соған арнайы ақпараттардың мәліметтерді жинақтап, есептер арнайы есептер бастырады. Графиктің қанжалық координаталар жүйесінде анықталған керемет күштер мен Посмотрите, как себе выписал. Символы класс. Слышно. Сонда қалдырас. Tamam, сосын төменде минустың қасында тұр, экран суретте. Минустың қасында. Комиссия құрметті комиссия мүшелері, мен атшының нақты қателері, және мен Базар Мұстаев атындағы номер 71-ші орта мектептің 10-шы сынып оқушысымын. Менің жоба жетекшім Нұржанова Айгүл, ал ғылыми жетекшім Титмұрат, ал ғылыми жетекшім Қостанай атындағы университеттің физика-математика ғылымдарының докторы Титмұрат Аңлысын. Мен таңдап отырған тақырыбым видеография фонарлы координаталар жүйесінде анықталған керемет конструкциялар мен спиральдары. Менің бұл тақырыпты таңдау себебім гранди рошандар мен спиральдарының қай жерде кездесетінін және де олардың қандай екенін анықтау болып келеді. Менің тақырыбымның өзектілігі гранди кісінің анықтайтын формулалардағы коэффициенттердің өзгеруін, жапырақшалардың контурлары мен пішіндерге теорияны зерттеу. Жобаның басты мақсаты гранди рошан мен спиральдарының күнделікті өмірде қолданылуын анықтау. Мен алдымен сізге видеография рошаны түсініктеме жүргізейін. Мен зерттеуім бойынша видеография рошаны логик видеоның фонарлы координаталар жүйесінде анықталған керемет конструкциялар, ол кереметтіктер бар рошан түрдеріне ұқсайды. Және де бұл видеография үшін ең маңызды формуланың бірі, ол бізде F-тен ашылыс кафе. Бұл жердегі К мен зерттеу бойынша жапырақшалардың саны, және де ол 10 саннан сан болу керек, ал А өлшемін анықтайтын, ол да 10 сан болу керек. Рошан үшін көптеген мысалдар формулалар бар. Мысалға, F-тен N sin K көптеген А формуласы бойынша мен геогебра программасымен осындай бір графиктер сыздым. Графиктерге назар аударсаңыздар, біріншіден N-ден екі екенін түсініп алдым. Осы кезде менде графикте тек симметриялы жапырақшалар шықты. Келесінде мен N-ді 3-ке, N-ді 4-ке және 5-ке дейін түсініп алдым. Енді мен осы видеография рошанына ұқсас табиғатымызда байланысы бар затты іздедім. Ол менде спираль болып шықты. Себебі видеография рошанның жапырақшаларының орналасуы спираль пішініне дейін болып келеді. Жалпы спиральға анықтамай бермесем, спираль дегеніміз шартты орталықты немесе осьті айналып өтетін, бірте-бірте бір-біріне жақындайтын, бірте-бірте бір-бірінен алыстайтын бұранталы тісік болып келеді. Мен зерттеуім бойынша табиғатымызда спиральдар өте көп. Мысалға, мына суретке назар аударсаңыздар, ең бірінші космостан қарағандағы суды немесе жердің күйі, ол спираль пішініне бейім болып тұр. Келесі суретте менде теңіз қабықшалары, теңіз қабықшасына назар аударсаңыздар, мына жерде теңіз қабықша спираль пішініне еніп құралып тұр. Келесі гранди рошан түрлері. Гранди рошан түрлері бірінен енге байланысты түрлі пішінге ие болып, түрге бөлініп отырады. Келесі менің зерттеуім бойынша ең бірінші F-тен ашылыс кафе формуласын қарастырдым. Мен бұл формула үшін тек қана ол заңдарды алдым. Және де формуламды F-тен 2-4-ге қойып алғанда менде оқиға осылай болады.
Ең бірінші график үшін мен аны бірге кесіп алдым. Қаны да бірге кесіп алғанда менің графикімде осы бір кішігірім ғана шеңбер шықты. Ал келесі графикте мен аны беске көбейтіп қаны бірге кесіп едім. Бірінші графиктегі шеңберге қарағанда екінші графиктегі шеңберім 5 есе үлкейді. Келесі мына теңдерді қарастырайын. F пен A синус С бөлінген B көптеген B. Мен зерттеу бойынша енді бұл жерде жапырақшалардың саны К-ға емес, С-мен B-ға тең болады, және де менің жапырақшаларым бір-біріне қабаттаса бастайды. Бірінші графикте қарап отырсаңыздар, ең бірінші С-мен 2, B-ны бірге кесіп алдым. Осы кезде менің графигімде симметриялы жапырақшалар шықты. Ал екінші графикте мен С-ны 40-қа теңестіріп, B-ны 3-ке теңестіргенде менің графигімде жапырақшалар ұзарып, және бір-біріне қабаттаса бастады. Келесі мына теңдерді қарастырайын. F пен A синусқа қосылған N. Бұл теңдерде біріншіге ұқсас. Тек қана бұл жерде N болғандықтан график шеңбер пішіні бейін болып келеді және бір-біріне жақын орналасып келеді. Келесі спиральдік теңдері. Мен зерттеу бойынша спираль 2-ге бөлінеді. Жазық спираль және де 3 өлшемді спираль. Жазық спираль 6-ға бөлінеді. Архимед, ферма, гиперболалық, логарифмик, Фибоначчи және де форма. Ал 3 өлшемді спираль болса, оған тек қана сфералық спираль жатады. Мен осы спиральдардың арасынан табиғатымызда өте көп кездесетін спиральді анықтадым. Ол менде логарифмик спираль болып шықты. Мына суретке назар аударсаңыздар, бұл суреттердің барлығы логарифмик спираль пішініне ие болды. Мысалға мына жерде ұшақтың ұшу нүктесінің айналымы, мына суретте гренхама люскалардың мер жағының бұралуы, мына жерде күнбағыстың ішіндегі дәнектері, мына суретте өрмекші жасаған торы, раушан гүлдің жапырақшалары, және таушкілердің мүйізін алсақ болады. Ал мына суретке қарасаңыздар, бұл жерде галактика және галактикадағы жұлдыздар, бұлардың өзі спираль пішініндегі спираль болып тұр. Келесі спиральдарды қолдану, мен зерттеу бойынша табиғатымызда спиральге келетін заттарды өте көп қолданамыз. Мысалға мына жерде тартқышты алсақ болады. Осы тартқыштың сымын егер біз қоссақ, онда ол бізде спираль болады. Ал егер де ол тартқышты өз орнына қайтадан орнына келтірсек, ол жерде ол менде кішігірім ғана шеңбер болып шығады. Келесі қорытынды. Бұл менің жұмысым қоршаған ортаның сұлулығына жаңаша математика тұрғысынан қарауға және де математиканың осы сұлулықты сипаттауға мүмкіндік беретін ғылымдардың бірі екенін анықтауға мүмкіндік береді. Және де біз болашақта біледі түстерін анализбен көрсетуге келеді. Менің ұсынысым, осы зерттеулерім мен төменгі сынып оқушыларын қызықтырады деген ойдамын. Себебі математикада әлі аяқталмаған зерттеулер өте көп. Оның бірі уақыт өлшемі және де оның айғағы, және де осыған орай айналамыздағы табиғаттың математикалық формада дамитынын көрсете аламыз. Енді осыларды практикалық қандай математикаға байланысты қандай есептеулер жасайсыз? География программасы арқылы осындай бір графикті шықтым. Мысалға мына жерде аны бірге кесіп алды, мен экран бірге болды. Осы жерде менде осындай кішігірім ғана шеңбер шықты басында. Бұдан мен аны 5-ке көбейткенде менде енді шеңберімді 5 есе өсті. Адам өмірінде көрнекті Саламатсыздар мақсаттар және де бүгінгі ғылыми жобаға қатысушы оқушылар. Мен әлемдік сынып атынан нөмір 101 мектеп лицейінің 11-ші сынып оқушысы Тобашы Дәулет боламын. Бүгін мен сіздерге алып келіп отырған ғылыми жобаның тақырыбы адам өміріндегі көрнекі иллюзияларды қолдану. Зерттеудің мақсаты визуалды иллюзияның геометрия тұрғысынан түсіндіру, әлеуметтік зерттеу жүргізу.
зерттеу тақырыбының өзектілігі геометриялық фигуралардың иллюзия арқылы адам өміріне тигізетін пайдасы. Зерттеу жұмысының ғылыми болжамы. Геометрия сабақтарында біз геометриялық фигуралардың қасиеттерін қарастыра отырып, тек сызбаға және визуалды қабылдауымызға сүйене отырып қана біз қателіктер жіберуіміз мүмкін. Көрнекті иллюзия құбылысына геометриялық фигуралар мен сызықтарды қолдануға болады. Мысалға, Франц Мюллер Лайердің елесі. Бұл иллюзия сегменттердің ұштарындағы көрсеткілер ұзындықтың бұрмалануының елесін жасайды. Сондықтан бірдей сегменттер бізге бірдей емес болып көрінеді. Мысалы, қарап отырсаңыздар, мына сегментке қарағанда кіші болып көрінеді, негізі визуалды түрде. Бірақ та бұл әшейін иллюзия, негізі бұлар іс жүзінде өзара тең. Келесі бізде 3 және 8 сандары. Бұл сандарды қарастырсақ, бұлардың үстіңгі жартысы астыңғы жартысына тең болып көрінеді, бірақ біз бұны кері аударған кездегі айырмашылықты байқайтын боламыз. Келесі бізде осындай параллельдік түзулер. Бұл параллельдік түзулер негізінде параллель орналасқанымен визуалды түрде бізге бұлар қисық болып орналасады. Келесі бізде қара фондағы ақ шаршы және де ақ фондағы қара шаршы. Бұлар өзара тең, бұл шаршылар, бірақ бұлар қараған кезде ақ шаршы қара шаршы қарағанда үлкенірек болып көрінеді. Келесі зерттеу теміржол жолақтарының конвергенттілігі. Бізден екі қашатын параллель түзулерді қарастырайық. Мысалы, теміржол жолақтарын алсақ, олар көкжиектің белгілі бір нүктесіне жеткен кезде бізге бір конвергентті болып көрінеді. Сонымен қатар нүктенің өзі бізге бір шексіз алыс және де бір оның өлшемі жоқ сияқты болып көрінеді. Және де сол көру арқылы бізді геометриялық геометрияның заңдарына қайшы қойып, параллель түзулер бір-бірімен бір нүктеде қиылысады деп көзіміз сендіруге тырысқандай. Дәлелім, бұл иллюзия визуалды қабылдаудың ерекшелігімен түсіндіріледі. Бақылаушыдан әртүрлі қашықтықта орналасқан объект бара-бара оның бұрыштық өлшемі бізге аз болып көрінеді, және параллель түзулер бойымен алыстаған сайын оның бұрыштық өлшемі азайып, бұл сызықтар арасындағы қашықтықтың айқын төмендеуіне әкеледі. Көру бұрышы белгілі бір критикалық шамаға жеткенде көз алыстап бара жатқан осы екі түзудің өлшемі бар деп қабылдамай, оларды бір нүктеде біріктіріледі деп көз қабылдайды. Мысалы, қарасаңыздар, мына жақта текше тұр. Осы текшенің мысалы көк беті бізге бір қарағанда ол артқы жағында, бір қарағанда алдыңғы жағында орналасады. Бұл адамның әр адам әртүрлі қабылдайды. Ал келесі суретті қарастырсақ, бұл жерде текшелер берілген. Кейбіреулер бұл текшелер санын 6 деп айтады, ал кейбіреулер 7 дейді. Бұның себебі, мысалы біз осылай көбейсен санағанда бізде 6 текше шығады. Ал егер осыны біз кері аударып астынан санайтын болғанымызда 7 текше шығады. Бұларды мен неге айтты деп ойлайсыздар?